Сәлем достар, бүгін мен сіздермен киндер тортының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Күнделікті өмірде киндер тортын балалармен бірге үлкендер де сүйіп жейді. Дәл сол киндер тортын үйде жасап көріңіз. Суфлесі өте жұмсақ, корждары шоколадты болып шығады. Ол үшін мен видеомды соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Барлық құрамының мөлшері видеоның описаниесінде жазулы тұр. Ең әуелі 4 жұмыртқамыз бен өсімдік майын осылай миксермен жақсылап араластырып, үстіне шекерді салып, тағы да әдемілеп көпіргенше ұзақ уақыт миксерлейміз. Мінекей осылай көпіршікті болып шығуы керек. Онан соң үстіне қопсытқыш, какао ұн қосып, ұзақ емес, тек біркелкі масса болғанша 1 минуттай ғана араластырамыз. Дайын болған қоспаны пергамент қағазы төселген табамызға әдемілеп құйып, бетін таяқшамызбен тегістейміз. Бұл бізде корждарды бөлгенде, корждар өте әдемі біркелкі түзу болу үшін қажет. Оны 180 градустағы пешке, қызып тұрған пешке саламыз. Бізде корж пісем дегенше желатинді жылы суға езіп 10-15 минутқа алып қоямыз. Корждарымыз бізде 8-10 минут ішінде пісіп шығады. Оны суығанша қоя тұрамыз. Оған дейін желатинді су моншасында, яғни қатты ысып тұрған суға емес, жылы суға желатиніміз езілгенше осылай араластырамыз. Енді біз кремдерін жасауға кірісейік. Салқын кілегейімізді миксерлеп, үстіне қант ұнтағын қосып, тағы да миксерлеп, оның үстіне сүзбелі ірімшігімізді салып, біркелкі масса болғанша кремімізді тағы да араластырамыз. Крем өте сұйық болмауы қажет. Видеода көрсетілгенде осылай қою жабысқақ болу керек. Креміміздің үстіне желатинімізді қосамыз, аз-аздан қосып миксерлеп отырамыз. Осылай біздің креміміз дайын болады. Енді біз корждарымызды пергамент қағазынан босатып, оны әдемілеп 2 бөлікке бөлеміз. Сіздерде егер 4 бұрышты болса, тапаларымыз, онда сіздерде 2-ге бөліп 4 бұрышты қылып 2-ге бөлесіздер. Менде дөңгелек болғандықтан оны ортасынан бөлдім. Кремімізді ұзақ уақыт ұстамай бірден коржға жағамыз, себебі креміміз суфлеге айналып кетеді ыдыста тұрып. Әдемілеп корждарымыз жағып әсемдеп болған соң, оны тоңазытқышқа 20-30 минутқа салып, крем әбден коржға сіңгенше күтеміз, және де үйдегілерге шайға ұсынуымызға болады. Осындай керемет, жұп-жұмсақ, дәмі ауызда еритін киндер торты шығады. Рахмет назарларыңызға.